Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай Құнанбайұлы айтып кеткендей, әрбір оқушының бойына адамгершілік қасиеттерді сіңдіре отырып түзете дамыту менің басты мақсатым. Мен Тәңірбергенова Ақтоты Есенқызы, Маңғыстау облысы білім басқармасының номері 2 арнайы мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің педагог-дефектологымын. Өмірлік ұстанымым ұстаз шәкірт жанының бағбаны. Әрбір бала жарқыраған шамшырақ, оны жаға білген ұстаз ғана ұтады. Мұғалім ол өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімділігі де тоқтайды делінген. Сол үшін де мен дефектология мамандығының қыр-сырын жетік меңгеріп, игеру жолында тынбай еңбек етуді мақсат еттім. Оқыту мен тәрбие, түзету мен дамытушылық жұмыс барысында жаңа әдіс-тәсілдерді ұтымды шеберлікпен пайдалана отырып, оқушының білім деңгейін, қабілетін сараптап, әлеуметтік ортаға дұрыс бағыт-бағдар беруді, оларды егемен еліміздің қоғамындағы заманауи талабына сай жеке тұлға ретінде қалыптастыруды басты міндетім деп есептеймін. Мамандығымның қызығы мен қиындығы көп болса да, мен дефектолог маманы болғаныма мақтанамын.